Саяхатымыздың бірінші бөлігі тас ғасырымен басталады. Біз сіздермен көне үңгірдің ішінде тұрмыз. Тас ғасыр бұл бұрышта тұрған силиконнан жасалған мүсін құтлық қағанның екінші ұлы күлтегін қолбасшының мүсіні. Құтлық қаған дегеніміз түркі қағанатының негізін салушы. Сол кісінің екінші ұлы. Сіздер бұл жерде көне замандағы адамдардың діни наным сенімдерімен таныса аласыздар. Ең алдымен көзге түспей болған мазар тастары. Сондай-ақ балбал тастарды тек қана хандар, билер, билеушілер, яғни ұлы адамдардың мазарларына орнатқан. Сондай-ақ және де олар үшін бұл жылулық пен жарықтың символы болған. Яғни зороастризм. Бұл бізде декоративті түрдегі адамдардың аңға шығуын тамашалай аласыздар. Қарап тұрсаңыздар, қазір міне аңда аулады. Ал енді видео мына қабырғада тайпаластарының қалай қуанып қарсы алып жатқандарын көре аласыздар. Және де аңшының олжаны тайпасына алып келуі. Аң аулау каньондардағы кейінгі саяхатымыз қазақ даласымен жалғасады. Қазақ далалары Каспий теңізімен жатты. Сіздердің алдарыңызда оригиналды нұсқадағы қазақи киіз үй ішін көрсеңіздер болады. Құрметті қонақтар, менің артымда тұрған бұл ғимарат Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жер асты мешіті, Қылует мешіті деп аталады. Өздеріңізге мәлім болғандай, Қожа Ахмет шәкірті сіздерге қысқаша өмірбаян мен монолог. Қожа пайғамбар 63 жасында қайтыс болған. Ахмет Яссауи 63 жасқа толғаннан кейін жер бетіне жүргісі келмеді. Ол 30 жасқа жеткенде өз уақытын мешіттің астына салған жер асты мешітінде өткізді. Мен осы мешітке алғаш кірген кезде мен ұстазымның шынайы шербетін хаққа қайтып болуы осыдан тағат қылған хақ бәрі көре достар. Жүзім бәрі басқа түсте емермеген. Осыдан кейін қашастырын. Жоғары қарай көтеріле аласыздар. Біз бірақ мен отбасымды тамақтандыру үшін әрдайым осында қайтып келуім керек. Мен сапарларымда көп нәрсе үйренемін. Осында мен ислам туралы үйренемін. Құрметті қонақтар, базар жеміс-жидектер дүкендері бар. Аралап, көріп, видеоға, фотоға түссеңіздер болады. Базарда бірақ ұстамаймыз. Аралап көріңіздер. Ұстамаймыз. Ата жүгері қаншадан деп қоясың? Алмалар. Апаны точно келтіріп қойды ма, апа не? Алмалар ма? Ол да апа ғой?